егер сіздер маған бұл сабағымда көмектесіп, менің алгоритмді орындауға қол күштарымды берсеңіздер, онда менің алгоритмім орындалған болып есептеледі. Ол сабақтың аяғында алгоритміміз орындалды ма, жоқ па бірге айтатын боламыз. Келістік пе? Онда оқушылар бүгінгі сабақта біздер алгоритм әрбір оқушы өзіне құрып алсын. Дәл қазіргі уақытта осы 1-45 минуттың ішінде өзінің алгоритмін құрсын. Қазір маған сабақтың басында сол алгоритм туралы айтасыңдар бір-бірден. Содан кейін барып тек қана бір сөзбен айтасыңдар, жарай ма? Содан кейін ары қарата жұмысымызды бастаймыз. Көңіл-күйлеріміз жақсы, кеттік. Ақманар, бүгінгі сенің алгоритмің қандай деп ойлайсың? Тез бір сөзбен. Ашық сабаққа белсенді қатысып, жақсы алу. Бүгінгі сабақ соңында жақсы бал алу. Керемет. Бүгінгі сабақты үстіне жетіп меңгеру. Мақсат. Молодец. Сабаққа дұрыс қатысу, жақсы бал алу. Керемет. Ашық сабаққа жақсы қатысып, жақсы бал алу. Бәріндікі мақсат бір екен. Ашық сабаққа белсенді қатысып. Өте жақсы. Өте жақсы алмай алған шығу. Ашық сабаққа белсенді қатысып, Жақсы. Сәтті пример сіздерге. Бүгінгі 1-45 минутқа қойған алгоритмдерді орындалу үшін мен сіздермен бірге саяхатқа шықтым. Саяхатқа шығу үшін пойызға мінеміз. Пойызға міну үшін сіздер билет алулары керек. Келістік пе? Онда бір-бірлесіп келіп мына жерден пойызға билет аламыз. Тез балдар, тез ұйымдаймыз. Вагондарға байланысты бірінші вагон, екінші вагон болып екіге бөліне қойды. Екі топқа. Бірінші вагон Ақманарға қарай, екінші вагон мына екінші вагонға. Екі аңдағы. Бұл күнші машын тезін Так, жақсы оқушылар, вагон-вагонмен отырды, орналасты. Мен алаңдамайын. Билеттеріңді сағаттың соңында жинап аламын. Қоя тұрыңыздар кейінге. Мынаған беріп алыңыздар. Үйге берілген тапсырма, қандай тапсырма? Алгоритм. Әзірлеу және мәселені қалыптастыру. Тамаша. Енді біз пойызға мінуіміз керек. Осы пойызға отыру үшін сіздер қазір маған үйге берілген тапсырма бойынша мәселені қалыптастыру және алгоритм әзірлеу деген тақырыпқа байланысты сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Мен сіздерден сұрайтын, пойызға міну үшін адам не істейді? Билет алды. Енді жолға дайындаламыз. Жолға дайындалу үшін құрал-саймандарымызды жинаймыз. Олай болса кітаптардың жағын сіздер үйге берілген тапсырма бойынша қазір жолға дайындаламыз. Тек қана дәптерлерін ашып болсын, кітапқа сығалауға болмайды. Мәселені қалыптастыру деген тақырыппен алгоритм әзірлеуін үйге бердім. Сендер бүгін пойызға отыру үшін осы тақырыптарды қазір сұрақтарға жауап береді деп ойлаймын. Жаптыңдар ма? Тамаша. Жайлап жұмыс жасамады, кішкене демалып қалады. Бұл қазір пойызға отыру үшін бірінші ережесі сіздер сұраққа жауап берулеріңіз керек. Егер сұраққа жауап бере алмайсыңдар, онда пойызға мінбей қаласыңдар. Уақыт шектеулі 5 минут, әрбір сұраққа 100 балл максималды 100 балл алынуы керек, яғни 10 сұрақтан бар. Әрбір сұраққа 10 баллдан беріледі. Егер сен сол сұраққа жауап бере алмай қалсаң, онда пойыздан қалып қойған болып есептелесіңдер. Бір адам бірнеше сұраққа жауап беруге болмайды. Кім? Бірінші бастаймыз. Бірінші топ қай жақта? Біз бірінші вагон. Сіздер ол бірінші вагон. Бұлай бастап бір-бірден сұраққа жауап бересіздер. Екінші вагон. Сіздер 5 сұраққа жауап бересіздер. Орындарынан тұрып кезек. Сіздер 5 сұраққа жауап бересіздер. Білмесеңіздер, қайтадан пойызды қайтарып алып келіп отырып, сосын қайтадан отыратын боламыз. Келістік қой? Кеттік пе? Жолдары болсын. Саяхатқа шығып сіздерге сәттілік тіледім. Бірінші сұрақ. Компьютер есеп шығару кезінде айтады. Аяқ. 5. 5 деген сан бар ма? Көріпсің бе? 6. Аяқ отырды вагон. Кеттік. Молодец аяқ. Так. Мәселені қалыптастыру компьютер есеп шығару кезінде нешеде тұрады? 6
қадамдарға орындалатын әрекеттерге бөліну керек. Сіздер үндемейсіздер, мына жақта кет. Дискретті. Дискретті. Молодец. Дұрыс бол, кет. Ысқырып тұр ғой, дұрыс бол. Так, алгоритмнің әрбір қадамы нақты, бір мәнді және белгілі бір әрекетті орындауға бағытталуы керек. Айталды. Не? Анық бол. Керемет. Так, келесі. Алгоритмнің жазудың неше жолы бар? Сен жауап бердің, жауап бермедің. Үш жолы бар. Қандай? Жақсы сосын тұрамыз қазір. Уақыт етіп ашу. Әсел қалып сосын кім қалып? Әсел қалып айтады. Алгоритмнің неше түрі бар? Екі түрі бар дейді. Әсел қалды пойызда. Так, қорытынды. 3 минутта сіздер 105 очко алдыңыздар. Бірақ балды көбірек алған қайсыны? Қайтып, сіздерді 40 бал алдыңыздар, сіздерде 30 бал алдыңдар. Неге екі жауап берген ал? Екі кісі жауап берген. Мария жауап берді, сен жауап Кейде теңсіңдер да? Жақсы, бонус 25 бонустарымыз бар, бұл сағаттың басында керек болады. Сонымен біздер үйге берген тапсырма мәселені қалыптастыру және алгоритмді әзірлеу тақырыбы бойынша анықтама. Жаңа екі қате жібердік, біріншісін не білмедік? Сіздерде не білмедік? Алгоритм неше түрге бөлінеді? Молодцы. Алгоритм үш түрге бөлінеді. Тармақталған, біздің манадан бері айтып жатқан анықтамаларымыз мәселені қалыптастырудың, есепті шығарудың қандай кезеңі ме, қасиеттері бар? Қасиеттері бар, кезеңдері бар. Неше қасиеті? 5 қасиеті. Неше кезеңі бар? 6. Молодцы. Үйдің тапсырмасын керемет дайындалып келгенсіздер. Олай болатын болса, біз ары қарата жұмысымызды жалғастырамыз. Енді сіздер үй тапсырмасын жақсы оқып келген болсаңдар, бүгінгі жаңа тақырып түсінеміз. Жаңа тақырып жаңа бір оқушы сұрады, апай біз жаңа тақырып өтеміз деп. Әрине өтеміз. Ол үшін жаңа тақырып түсіну үшін кітаптарымызды ашамыз. Бұл жаңа тақырыбымыз алгоритмді программалау деп аталады. Оқушылар, алгоритмді программалау сіздер жақсы білесіздер. Алгоритмді программалау. Бізде алгоритмнің жазудың неше түрі бар? 3. Бірінші қандай? Сөздік сипаттау. Шуламаймыз. Бірінші. Сөздік сипаттау, графикалық, яғни бұл схема, үшіншісі программалау тілі. Керемет. Сөзді сипаттау дегенімізде алгоритмді. Қандай? Есепті тілмен жауап беру. Тілмен жақсы. Ауызша айтылды. Жобасын құрып алу, түсінуді. Екінші Бұл схема дегеніміз біз алгоритм орындауда екі немесе одан да көп түрлер болады. Біз әрекет ету. Оның біреуі істелген жағдайда ақиқат жағына өту үшін біз кеңейтілген түрде бұл схемаға саламыз. өте жақсы. Келісемін. Қосқыңыз келіп тұр ма? Үшінші алгоритмді программалау ол бүгінгі біздің өтетін негізгі тақырыбымыз. Кітаптарында шындар ғой. Екі топқа да бірдей тапсырма түгел кітаптарды ашып, бірінші 3 минут кітаптан тақырыпты оқып аламыз. Яғни алгоритмді программалау дегеніміз не? Қарап көз жүгіртіп аламыз. Содан кейін барып сұрақтарға жауап беру арқылы программа дегеніміз не екеніне жететін боламыз. 3 минут оқимыз. Уақыт қойдым.
негізгі кейін жазып алыңыз. Оқып болдық па? Жақсы оқысыздар, оқып болсыңдар маған айтыңдаршы, сіздер осы кезге дейін жақсы таныссыңдар да? Алгоритмімізге не үшін керек? Алдымызға қойылған мақсатқа жету үшін. Алгоритм қалай орындалу керек? Белгілі бір рет бойынша. Белгілі бір ретпен орындалу керек. Алгоритм қай тілде орындалу керек? Программалар. Алгоритм қай тілде орындалу керек? Алгоритм қай тілде орындалу керек? Жаңа Мадин сіздерге айтты. Алгоритм қай тілде орындалу керек? Алгоритм қай тілде орындалу керек? Мен кіммін? Менің ұлтым қандай? Алгоритм қандай тілде орындалу керек? Өз тілінде, немесе табиғи тілде. Мен орыс болсам, мен қазақша алгоритм құрам ба? Мен американ болсам, қазақша алгоритм құрам ба? Өздерің айтыңыздар, алгоритм дегеніміз не дедіңдер? Белгілі бір мақсатқа жету үшін рет-ретімен орындалатын процесс үдеріс. Дұрыс па? Олай болмаса алгоритм қай тілде жүзеге асады? Себебі? Сен берілген нәрсені қалай естисің? Бірінші алгоритмін түсініп аласың, құрып аласың, естіңдер ғой. Содан кейін барып алгоритміміз оны жазасың. Ал жақсы, бүгінгі дейін деп тұрған тақырыбымыз ондай алгоритмді программалау. Олай болмаса табиғи түрде жазылған алгоритмді біз не үшін программалаймыз? Олай болмаса программа дегеніміз не? Программа дегеніміз не? Кім айтады? Так, айтамыз. Мен деген мынау істемей қалып ашылмасын. Давайте, программа дегеніміз есепті шешу тілінде алгоритмді салғанда компьютер түсіну үшін, соны орындау үшін белгілі бір программаларды салу. Так, қайталшы. Есепті шешу алгоритм компьютер тілінде, оны орындау үшін құрылатын программа, яғни операторлардың шарттарын орындау. Операторлар мен шарттарды орындау. Балалар, сіздер алгоритмде қандай командаларды орындадыңдар? Естеріңізге түсірейікші, қандай команда болуы мүмкін алгоритмде? Шарт операторлар. If алгоритм командасы болып есептеліне ме? Print алгоритм командасы болып есептеліне ме? Сендер жаңа өздерінің сұрақ ретінде былай деп айтыңдар. Алгоритм менің табиғи тілімде құрылады дедіңдер. Олай болмаса if пен айтып тұрған printтердің алгоритм командасы болып есептеліне ме? Егер әйтпесе, сосын онда басы, соңы, бітті. Бұл алгоритмнің командалары. Ал олай болмаса сіздер айтыңыздар жаңа программалау тілінің операторлары не дедіңдер? Программа дегеніміз есепті шешу алгоритмін компьютер түсінетін программалау түрінде командалар мен операторлар тізбелеген түрінде жасау. Алгоритмді кім орындайды? Орындаушы орындайды. Кім ол орындаушы? Программаны, қараңдаршы, нағыз айтыңызшы. Программа дегеніміз программалау тілінде командалар мен операторды орындайды
программа орындаушысы кім? Компьютер мен Автоматтандырылған құрылғылар. Так, ол автоматтандырылған құрылғыларға нелер жатады екен? компьютердің өзі жатады. Автоматтандырылған құрылғыларға, мысалы, Python сияқты автоматты есеп шығарып Презентация жасамай қалады ма? Так, программаның орындаушысы компьютер немесе автоматтандырылған құрылғы. Яғни программа жазған, оның орындаушысы компьютер немесе автоматтандырылған құрылғы. Программалау тілі программа жоспарланған формалды таңдалған жүйе. Программа дегеніміз есепті шешу алгоритмін түсінетін программалық тілдегі командалар мен операторлардың тізбегі. Біресе қолмен, біресе мынау не істейді? Анда бір нәрсе орындалды. Жақсы кеттік, уақыт алмайды. Программа жазуға арналған формалды таңдаудың жүйе. Енді маған мынаны айтыңызшы балалар. Жаңа сіздер бір сөздерінде айтты. Алгоритмдік тіл ол өзіміздің тілде құрылған алгоритмдік жоспарымыз, да? Ал программалау тілін қолдану үшін компьютерді біздер онда программалау қолданамыз. Біз осы сізге дейін қандай программалау тілін қоямыз? Python программалау тілін айтамыз. Олай айтатын болсақ, қазір біз осы Python программалау тілінен есептер шығаратын боламыз. Так, екі команданың екі есеп берілгенін. Бірінші есеп былай. Екі сан берілген, осы екі санның үлкенін табу керек. Сіздер бұл сызба түрінде көрсетесіңдер. Тездетіп. Сіздер Python программалау тілін компьютер орындайсыздар. Екі сан. Python'ды ашамыз. Сіздер бірінші бұл сызба түрінде ашып алыңдар. Бұл сызбамен сызыңдар. Сосын тақтаға бір адам шығып, соны көрсетесіңдер, жаңағы не тексергеннен кейін. Жарай ма? Ал сіздер Python программалау тілінде программасын құрасыңдар. Балалар жаңа бір қараңдар. Не? Есептің мақсатын түсініп алайық. Не берілген? Екі сан берілген. Екі санны үлкенін анықтауымыз керек. Яғни айтқанда мысалы, А мен Б берілсе, ол айнымалы сен берілген. Екі санды берілген. Екі немесе үш. Нені көрсету керек? Сенің үшті көрсету керек. Жарайды, кетті. Тездетіп
санды көрінбеу керек, сендер айнымалымен белгілеп отырсыңдар. Тек қана мына жерде не болу керек? Мынау енгізу, мынау есептеу, олай айтылса а мен тек қана бұны есептейсің. Сосын екеуін қатар салыстырмайсың, біреуін салыстырасың ғой. А үлкен болу керек, бұдан ондай жағдайда а тең с-ға немесе б тең с-ға сосын программа болды ма? Шығады. Қайсынан жауап көрсетіп? Дәптерін жасап максималный а максимум дұрыс келеді дұрыс кімде шықты жауабын бере а дұрыс максималный молодец молодец өте жақсы келеді Поэтому я максимально жауабын сұраймыз қайтадан қара қайтеді. Молодец. Дәптеріңізді жаздырыңыз. Қазір тақтаға есеп шығарып, программа ойлайды. Сол кезде сендер өздерінің қателерін сұрағандар болсын, оларды көрсетесіңдер. Жарай ма? Кім тақтаға шығып, осы басын көрсетеді? Шығасың ба? Дәптерін қарап шығу керек. Ана борд алды тақтаға сұрайды. Бұл сызба түрінде көрсетілген есепті сіздер программалы түрінде. Жауабын алып отырсыздар, енді тақтаға шығарды шығу. Қазір уақыт кетіп жатыр ғой. Қазір есепті түсіндіресіңдер сөзін. Сен қалдың жауабын. Ошибка. Зоны или документы хотели пенсии. Максимально. При максимальном Дәптерінде бар ма дейді ол? Кімге жайды осында? Дәуренге айтып отырсыңдар ма? Өзінің дәптеріндегісін шығарады, жазады. Опа. Тақтаға қараймыз. Дәурен жазып болғаннан кейін бәрін тақтаға қарайсыздар. Мазалар мен деп айтып отырсың. Екі топында. Бері қараңдар. Сізге ажар түсіндіреді. Бұл сызба түрінде көрсеткен екен, түсіндіреміз. Бірінші білгені А мен Б. Бізге максималисын табу керек, яғни ең үлкен сан. Біз А максимальный болса. Сіздер ойланып отырған қатесін жүйістер, себебі ана командада бұл сызбаны қатесін. Яғни А бұдан үлкен болса, ол дұрыс
дұрыс жауап болса, А тек С. Мгм. Яғни ол максимальный жауап С. Егер ол дұрыс емес болса, Б үлкен болса, бұл сегіз С болады. Так, басты қате қай жерде балалар? Макс апай біз ақиқат пен жалған екі алгоритм жетеміз. Жарайды, ол ештеңе емес. Егер де ол деген А үлкен болса, С тең болса, мына жерде ақиқат бар, мына жерде жалған болады, мынаған келсем. Бірақ блок сызбада қандай қате кетті? Апай, біз Максты астына жазу керекпіз. Ал үлкен бұдан кейін. Солай. Мына жерде былай жазғым келіп тұр ма? Максимал мән А-ға тең, максимал мән С-ға тең деп? Жоқ, В-ға тең деп? жоқ, үлкен бұдан деп қояйын. Соның астына Максты. Үстіне қағазатты. Мынаны ма? Иә. Қайда жаздың? Астына жүру керек деп ойладым. Қате. Максималь мән сыға тең Апай, жасыл несі сұлуға сияқты. Сызылуға тең. Сызылуға тең. Неге? Неге айттым сендерге? Апаның. Жаз болды ба? Күтетіп бізді. Бегенмен енді қандай болады дедім сізге? Эллипс тәріздес және екеуінің несі қандай болады? Размерлері өлшемдері бірдей болады. Апартта енді апартта қандай етіп қойды, бегенді апартта көпір етіп қойды. Мынау не сызықтар? екеуі бір-біріне байланысты. Байланыс сызықтары. Беген мен эндінің сызықтарын қай уақытта ажырата аламыз? Біреу. Беген болған кезде байланыстырғыш сызығы төмен қарай қарап тұрады, энд болған кезде жоғары қарай болып тұрады. Байланыс сызықтар. Себебі неге? Энді деген нақты деген сөз. Бүтті деген сөз. Ол өзінен өз алдына. Екінші мына жерде бекетті. Баста. Жақсы. Одан кейін А және Б мәндерін енгіз. Одан кейін максимал мән А дейді. Неге? В қайда ғой? С қайдан пайда болды мына жерде? Енді жақсы. Ажардың қателігін таба алмадыңдар. Тақтаға программалау тіліне қарады. Кім? Дәулет. Тұра тұр, асықпа. Түсіндіреміз. Асықпа. Бізге екі айнымалы берілген, да? Ең біріншісі А мен Б. А мен Б айнымаларын енгіземіз. Одан кейін If қазақша. Егер. егер А үлкен болса бұдан, Макс А деп шығады. Яғни максимал мән тең болу керек. Неге? А-ға. Әйтпесе Элзі. Максимал мән. Б-ға тең болу керек. Прин. Максимал ең үлкен санатқа шығарып беру керек. Жақсы, бірақ кеттік сұрап көр. Жауабын сұраймыз. Қайда барамыз? Так, сақтаймыз. Жақсы. Аспа. Сақтаймын кез келген. Так, нені сақтаймын? Дәулетте сақталатсың ба? Жақсы. Так, бер. Екі сан бересің. Кез келген. 43 пен 22. Максимал мән не екен бұл? 43. Есеп жауабын берді ма? Дұрыс па? Алгоритм дұрыс құрылған ба? Құрылған. Бірақ бізде болсыз ба? Қате. Кім түзеп бере алады? Қай жерінде қате бар болсыз ба? Мерлан. Мержан. Міне сенікі дұрыс. Әрине дұрыс. Анда қате кетті. Түзеп кетті. Сызған жағы. Сізде қазір қараңыз салыстырып, қай жерден қате кетті. Ойыңыз дұрыс қойылды. Бірақ блок сызбада салғандағы орындау процесі жүрмейді. Да? Егер мынаны дәл осылай программаға салатын болсақ, мына орындамайды. Ана жерде сіз. Келісесіңдер ме менімен? Келісесіңдер. Так, 43-23 деп дәптерге жазып аламыз. Сіздер мына программалық тілін тездетіп қазір жауап беремін. Міне, программалық тілі. Екі санның үлгерін өткен есептеу. Так, беген А болып мәндерін енгіз. Шартты тексеру жүріп, А үлкен бұдан болу керек. Егер А үлкен бұдан болса, ақиқат болады, Б үлкен адам болса, жалған болады. Да? Келісесіздер ғой? Так, блок сызбаның мыналарсы
сіздер жазып алдыңдар. Олар сіздердің программаға жазып. Өте дұрыс, өте жақсы, өте керемет сызылды болсын. Дұрыс па, енді қараңдар. Мынауымыз келді ма біздің жаңа программамыз? Келді. Енді маған бері қараңдаршы. Тақтаға. Енді бері қараңдар. Орындалуға шарт. Мындағы балалар бері қараңдаршы. Мында біз нағыз еттік. Input деген нағыз еттік. Енгіз деген сөз. Сен компьютерға бұйрық бердің. А және Б мәнін енгіз кез келгенде. Содан кейін барып салыстырды. Егер А үлкен бұдан болса, онда Эльза әйтпесе. Енді маған айтыңдаршы, әйтпесе деген Эльза, Зен деген операторлар қандай алгоритмде қолданылады? Тармақталған алгоритмде қолданылады. Мына есебіміз біз, мына программалауымыз қай алгоритмнің түріне жазып тұрады? Молодцы. Өте жақсы келеді. Мына так, блоксыздан сызылыңдар ма сендер? Тез етеміз балалар. Сүрілмей аламыз аты. Бізде бүгін есеп өте көп. Так, сіздер жаңа блоксызға көрсеттіңдер. Екінші есеп. А және Б айнымалары берілген, олардың мәндері өсу реті бойынша орналастырып. Яғни нағыз деп тұр. 2 сан берілген, енді үлкенін тап деп тұрған жоқ. Өсу ретімен орналастыру керек. Яғни, мысалы, 9-10 болса, қалай тұру керек деген сөз? 9-дан кейін 10 тұру керек. 11 мен 12-ні берсең, бірінші 10 тұру керек. Соның программасын қашты, тезекін. Байқана салыңдар. Блоксыз құрылмалы жатты. Сендер блоксыз басымды сызасыңдар енді. Екінші есеп. 2 сан берілген, өсу ретімен. Мына жазып отырып тақтан да, әуелі тақтан мына сүртем ұшты, дайындан шығасың. Так, келесі екінші есепке кеттік. Алар, уақытымыз келмеді, біздер бүгін оқып программалау тілдерін деген есептер шығарып үйреніп кетуіміз керек, сондықтан тез реттелеміз. Жаңа маған тақтаға шыққан базар және Эльза атмаларды. Так, мына тақтаға шыққан базар. Кім шыққан? Ажар. Дәулетпен сіздің жақтан тағы ешкім шыққан жоқ басқа? Жоқ. Уже үйреніңдер. Көрдіңдер ме? Біріншісі кетті, енді екіншісі. Тек манағы ұқсайды есебіңізді. Тек не істеулерің керек? Орнында қарай тұрыңыздар. Орнында тез сосын. Біреуін тақтаға жаза беріп, неға жаза беріңізші. Аян сен жазасың ба? Аян сен оны шығара беріп тексеріп. Дәптерді тексеріп жүрмін. Тақтада қателесіп тексереміз. Енгізу керек А және Б мен шарты. Үйрен. Бұл сызбады ма? Деген А және Б алып келіп бұл ақиқат жалған жақындай. Бірақ кішкене бір жерде бір қатең бар қаласаңыз. Не әсет? Дұрыс келетсің, мына жағын дұрыс келетін. Мына жағын ретте. Бәрінің дұрыс, мынауын қате. Мына жерде жазылмайды ғой. Шартты тексеру, мынадан былай кетеді ғой. Былай кетеді, бір нүкте топ қосылады ғой. Блоксызда да кішкене қате жіберген. Таяқты жалған ба? Сен не деген? Тексермейсің ба? А және Б, Б және А, сосын С бар бұл сенде. Шартын мәніміз несін. Дұрыс ол мына белгіле есептеу керек қой да сенде. Квадрат бар да? Қайсы? Мына сызудан мына сызу.
жауабын бермей тұр. Принттің алды. Жақында принтті. Жоқ. Тырыш көз тауып алсын. Сақтаймыз. Молодцы. Пожалуйста. Қате, жауабын берген жоқ. Неге қате екенін айтайын ба? Ата-ананың программаны жазу қате. Ол новый не ашқан жоқ. Новый файл аштың ба? Онда неге шықпай тұрсың? Ами не? Қас қарай. 45 және 23. Қате? 45 enter 23. Аса түсінікті. Өсіп әркіне шықты ма? Так, есеп жауабымен шықты, жаза аламыз. Кімде шыққан жоқ есеп? Сізде шықты. Кімде шықты? Сізде? Жақсы. Так, мұнда қандай оператор қолданды? Тек қана if, егер деген оператор қолданды. Так, бұл сызбаны қарайды қазір. Қайсы? Көрсетем. Егер, мынау жүр? Қате ма? Мынау жүр ма? Не істеу керек ол? Байланысып тұру керек. Байланысып тұру керек. Так, блок сызбады деп өте лас сызасыңдар, балалар, мынау әшет үшіміз. Мынау қандай фигура тұр? Трапеция ма? Иә. Трапеция болса, мына жақ қандай болады? Тоже сондай болады. Вот. Өте олардың себебі орындалу өзінің әрқайсысының блок сызбаның орындалу шарты бар ғой. Мынау шартты тексеру. А үлкен болса бұдан дейсің. С тең аға болу керек, А тең бұға болу керек, Б тең С-ға болу керек. Дұрыс па осы жер? А С тең аға болу керек, А тең бұға болу керек, Б тең С-ға болу керек. Дұрыс. Табу керек, есептеу керек, Б мен мына жер дұрыс па опять? Мына деген бірдей болу керек қой. Мынау не болу керек? Жауабым кішкене төрт ұшына трапецияның несімен бірдей болу керек. Жақсы енді. Мынау жалған деп тұрсың да? Бітті дейсің. Негізгі блок сызбаның ішіне жазылу бағыты дұрыс та, бірақ схемамыз фигураларды пайдалану сызу қате. Осыған дикат болыңдар. Әрбір блок сызба өзінің атқаратын қызметі бар балалар. Сондықтан да оны жазамыз. Ал қай уақытта біз блок сызбаны сызамыз? Блок сызбаны сызбай-ақ есеп шығаратын болмай ма? Болады. Қандай түрде болады? Қарапайым түрде жазуға болады. Бірақ блок сызбаны қай уақытта сызамыз біз? Кеңейтілген түрінде салу үшін сызамыз. Келістік қой. Сіз жазып алдыңдар ма? Блок сызбаны. Екінші блок сызбасы. Сіздер программирование жазып алдыңдар ма? Жақсы. Отырады. Мынаны келесі сабақтарда біздер блок сызбалармен жұмысты қайттан дұрыстап істемесек, фигура сызуларымыз өте нашар. Ол дұрыс емес. Так, енді мен сіздерге екі топқа бірдей есептерін беріп тұр. Болыңдар ма жазып? Так, екі топқа бірдей есепті егер жазып аласыздар. Үш таңдалы n сан берілген. Осы санның цифрларының арасындағы ең үлкен тауып экранға шығарасыңдар. Үш таңдалы n сан берілген. Осы санның цифрларының арасындағы ең үлкен саласын. Бер қараңдар тақтаға. Былай. 686. Ішіндегі үлкені не? 8. Міне. Осыны тауып беру керек. Түсінікті ме? 546. Қайсысы? Үш таңдалы сан берілген осының программасын құрып бересіңдер. Және үйге тапсырма алгоритмді программалау. Алдарыңыздағы билеттеріңізге бүгін алгоритмдеріңіз орындалған жоқ па? Кері байланысқа жаза қойыңыздар.
берсек, өздеріңіз қандай әсер алдыңдар, қалай түсініктеңіздер, кері байланысты жазыңдар. Үйге тапсырма түсінікті ғой. Кері байланысты маған жазып тапсыра қойыңдар. Менің алгоритмім бүгін орындалды. Сіздер маған өте көп көмек көрсеттіңдер алгоритмім орындалу үшін. Сіздерге өте жақсы деген қалыптастырушы бағалауды қоюым керек. Өте жақсы, барлығыңыз бірдей қатынасып тұрдыңыздар. Рахмет. Кері байланысты тапсыра қойыңдар.